Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Ел аман, жұрт тыныш па? Елдегі мынау төтенше жағдайлардың тоқтап, ары қарай карантин жалғасып жатқан оқып көріп жатырмыз. Алла сабыр берсін баршаларыңызға. Бұл кезеңнен де сәл өтуінің сәл қалды. Енді мен бүгін сіздермен бірге қауышып отқан жайым бар. Бүгін өздеріңіз бір емес бір шама адам сұраған болатын. Жалпы сендер жақта Америкада азық-түліктердің бағасы қалай, жалпы сол жағын көрсетші деген сияқты сондай бір ұсыныстарын тастаған болатын. Сондықтан да бүгін міне азық-түлік алуға келген жайымыз бар. Соны сіздерге көрсетіп, қазір өздеріңіз тамашалайтын боласыздар. Қазір осы Foodfalls деген бұл қала бойынша үлкен сондай сеть супермаркеттердің қатты қымбат емес, арзан бағада сатылады бұл жақта. Жалпы бұл тақырыпты өзім қатты ұната қоймап едім негізі. Продукт алып, магазинде сағаттап, шарлап жүретін сондай бір онша қатты сүймейтін едім. Бірақ дегенмен сіздердің сұраныстарыңыз бойынша, оның үстіне мына карантинде қазір ары бері шығатын тақырып түсіретін бір сондай қолайсыздықтар туындағаннан кейін бір емес бірнеше адам сұрады бұл тақырыпты. Азық-түліктердің бағасы қалай, жалпы ол жақта осы мәселе бойынша қалай деген сияқты сондай қызығушылық танытқан еді. Қазір енді көреміз, жалпы азық-түліктердің бағаларын салыстырып өздеріңіз көре жатарсыздар. Қазақстанмен салыстыруға келмейді әрине, бұл жақта өте қымбат. Сәйкесінше бұл жақтың бағалары, айлық жалақылары адамдардың жоғары деген сияқты. Бірақ дегенмен кей тұстары да Қазақстанмен теңесетін азық-түліктердің бар екенін айтуға болады. Ал ендеше кеттік. Қазір мен мынаны екінші экранға шығарайын. Қазір енді кіре салып бірден түсіруге мүмкіндік болмады. Біршама заттар алып қойдық негізі қазір. Жүзім, жеміс-жидектер, сок, банан, тағы немене бірдеңелер. Енді үйдегі кісінің бұндай жаңа дүкенге шығып, осындай асықпай жүріп алған жақсы көреді ғой жалпы әйел заты. Бір ләззат алады ғой ондай нәрседен. Бізге ондай ер адамдарға онша ұнай қоймайды. Қазір енді бұлардың қызық екен өзі ше. Бағаларын көрсетіп, бірақ енді жалпы сіздерге қызық болады деген ойдамын. Маған өзіме онша қатты қызық емес. Бірақ мына тұрған қазір қауын 69 цент ЛБ деп қойған. Килограмм емес, бұл жақта айтпақшы өлшеу несі. ЛБ деген ол біздіңше 1 килограмм жарты килограмм деп есептесеңіздер болады. Мысалы жарты килограмм 69 цент. Ол дегеніміз теңгеге шаққанда мына жерге қазір белгілеп өтем. Мынандай кішкентай қарбыздар екеуін $5 сатып жатыр екен. Мынау бір вау деп жазып қойған, sale price, яғни акция бойынша сатып жатыр. Бұл жерде мына жақта жалпы қарасаңыздар барлығы қазір нелер жеміс-жидек, сондай көкөністер, неше түрлі көкшөп деген сияқты. Қазір мына жерді көрсетейін. Мына манголар жарты килограмм 79 цент. Огурцы ма? Екеуі $1. Екеуі деп қоям. Штукпен сатып отыр. Негізі бір штугы 50 цент екен. 2 штугын $1 аласың.
Жалпы бұл жақтың контингенті, мына дүкеннің контингенті ондай қатты асып тасып жатқан байлар емес, сондай орташа деңгейлі, кәдімгі қарапайым қазақтар десең, қарапайым мексиканистер, сондай Латын Американың сол жақтан келген сондай мигранттар десек те болады. Енді жалпы осы жақтың тұрғындары ғой, олар қазір түсіністеп бәрін сұрыптаудың қажеті жоқ. Жалпы Американың көбі мигранттар ғой. Сондықтан да салыстырмалы түрде бұл орташа сондай бағадағы дүкен. Мына помидорлар мысалы 99 цент жарты килограмм. Ар жағында авокадо. Авокадо деген сатып жатыр. Бұл жерде екеуін $4 аласың. Бұл негізі өте сондай арзан не емес. Маған осы Америкаға келгелі бері ең ұнаған заттардың бірі осы авокадоға бойым үйреніп қалды кәдімгідей бір. Алғаш келген кезде онша қабылдамаған тұғым. Кішкене түсініксіздеу. Қазақстанда жеп үйренбегеннен кейін не болды? Сондай жаңа экзотика болды, дәмін көрейікші деп едім. Жақсы екен. Жалпы күнделікті қолданып тұруға өте сондай бір жақсы пайдалы дүние екен. Бағасы да арзан емес, бірақ сәйкесінше. Так, мынау бізде не? Апельсин ба? Апельсиннің бағасы қай жерде бізде? Көрсетілмеген екен. Так, мынау бізде. Так, алмалар 99 цент. 99 цент. Жарты килограммы. Көбіне сондай екен бағалар. 99 центтен. Әртүрлі сұрыптар бар. Сары алмалар 99 центтен. 99 бізде доллардың бағасы қазір қанша қазір? 420 ма, 430 ба? Теңгеге шаққанда. Көк алмалар, қызыл 99 центтен бұларды барлығы. Так, мына жерде мандариндер ма, мынау не? $9 дейді, жарты килограмм. Ай, 9 өкім ғой. $4. Цитрус. Мына жақта менен көпшөктердің неше түрлі қалаған таңдап жүріп аласыз. Бұлардың енді бұлардың аттарын білмейсің ғой, ятай. Бізге енді кешірімді шығар ер адамдарға. Біз онша айыра бермейміз бұларды. Неше түрлі. Бізде енді Қазақстанда білмеймін, бұлар бар ма, жоқ па. Неше түрлі. Көбі бағасы, көбісінің бағасы сол 99 цент. Бірде 29, 99 цент. Біз білетін қарапайым дүниелеріне капусталар 99 цент дейді бұлда. Бір штука иш деп жазып қойған. Мына пияздың бағасы 79 цент. 79 цент. Чесноктың бағасы екеуі $1. 2 сет қой сонда. Мына $3-ға мынандай. Осындай екеуін $3 аласыз. Пияздың бағасы осындай. Соктың бағалары әртүрлі, неше түрлі соктар бар. Жалпы бұл жаққа келген түсінгенім қаншама сондай нелер көп, өте көп. Таңдау өте көп.
соктың неше түрлі өмірі көрмеген соктар, әртүрлі жаңағыдай брендтердің соктары. Сосын тағы бір айта кететін жайт, жалпы Америкада естіген боларсыздар, оқыған боларсыздар, көп азық-түліктердің сапасы кішкене сын көтермей жатады. Оны жаңағы енді сөйтіп айтады, негізі иә солай, бірақ алғаш келген кезде ондай бір қатты аса айырмашылықты байқамадым. Себебі мен Қазақстанда жүрген кезде, Қазақстанда тұтынып жүрген, жеп жүрген дүниелеріміз бізде де сол сапалы дүниелер бар ғой, жоқ емес. Бірақ көп жағдайда бізде де сондай бір сапасыз азық-түліктер көп деп айта аламын. Ол тек қана Америкада ғана емес. Сондықтан мына қазір осы дүкен ондай бір керемет, бәрі таза, бәрі табиғи, сондай бір теңдесі жоқ сондай бір нәрселер емес. Егер де сондай бір 100% табиғи өнім, тек қана сондайға ғана құмармын, жаным сондайға ғана қалайды десеңіз, арнайы сондай дүкендер бар. Ол жақта сәйкесінше бағалар өте қымбат болады. Ол жақта 2 есе, 3 есе қымбат бағалар мына жерде, мысалға, қарапайым осындай дүкендерден. Енді ол жақта көбісінің қалтасы көтере бермейді деген сияқты ғой. Так, мынау не бізде чили. Мынау бізде чили бұрыштары. Мынада кептірілген $549 дейді. Осындай бір пакеті. Мыналар немене? Осындай неше түрлі дәнді дақылдар. Осындай пакеттер 99 центтен екен көбісі. Барлығы. Барлығы делік 99 центтен. Осындай таңдау жасап. Нан. Сосын бір айтатын нәрсе та қызық дүние. Бірден бір Америкаға келген кезде қиналатын нәрсе, біз нан жеп үйренгенбіз ғой, қазақтар. Нансыз тамақ өтпейді ғой. Сол проблема бұл жақта нан деген кәдімгідей. Біздің нан табу, біздің жеп жүрген қалыпты сондай нандарды табу өте қиын. Мысалға мына қаншама нан түрі, мына қараңыз, неше түрлі түрлері тұр. Келген кезде нандардың бәрін алып дәмін көрген шығармыз. Сөйтіп не керек? Ақырында қараңыз қанша. Ол жақтан бір қатар нанның түрлері. Әр түрлі дәмде, жаңағы, білмеймін, бір бізге ешқайсысы жақпады. Сөйтіп уақыт өте келе біздің нандарға келетін сондай біреуін таптық. Қазір мына жақта бітті, мына қатар. Мына тәттілер, печеньелер $2 қороқтары сондай. Қымбат емес негізі, $2, $1 деген бұл жақта ештеңе емес сондай. Мынандай торт кейктер $6 дейді. Өте бағалары қолайлы бұл жақ үшін. Неше түрлі тәттілер, шайға скидкамен сатып жатыр екен бұларды да. Арнайы сондай. Мұндай гриль тауықтар сататын еді ғой. Сондай. Бірақ етті біз бұл магазиннен алмаймыз. Арнайы мына жерде Үндістанның мұсылмандары тұратын бір район бар. Сол жерден халал еттер аламыз. Ол жақта бағаларын білмеймін енді. Үйдегі кісі алады бағасын. Біледі, сол кісі біледі. Енді сол жаңа нанды айтып отырмын ғой. Нанды мына жерден аламыз біз. Осы жерден аламыз. Қайда кетті, біз алатын нан таусылып қапты. Жалпы осы мынандай осындай неде сақталатын арнайы қоймада. Мін тұр ғой, біз алатын нан. Бірде $49 ич дейді. Яғни салып қойған ана пакетке ішінде қанша 6 штук па сондай болады шамамен. Жоқ, салмағын өлшеп салып қойыпты ғой. Негізі мына карантинге байланысты осылай пакетке салып қойған. Бірақ әрқайсысына кәдімгі сеткада бөлек-бөлек жататын.
осындай жалпы. Жаңа айтқым келген, етті басқа жақтан аламыз. Осы жақын жерлерде ол да, осы біздің тұратын үйден бір шама жерде қатты алыс емес. Сөйтіп не керек? Нені кейде осы магазиннен аламыз, азық-түлікті. Кейде әр кезде жол қалай түседі, солай ғой. Мысалы, басқа жерде тағы бір дүкен бар, біз баратын. Ол Jones Market International деген дүкен. Ол жерде біздің жаңағыдай Қазақстанда қолданып жүрген сондай азық-түліктер неше түрлі жаңағыдай болады ғой. Сгущенка деген сияқты неше түрлі жаңағы Ресейден келетін сондай азық-түліктер, соларды сол жақтан тапсаңыз болады жаңағыдай. Балық деген сияқты копченый. Тағы не бар? Көп сондай бір жаңағы шемішкелер андай. Біздің Қазақстандағы кәдімгідей. Жалпы айтарым, бұл жақта ондай проблема жоқ. Қазақстандағы продукты дейсіз бе, бәрін табуға болады. Жаңа айналып келдім қайтадан соктарға. Соктардың бағасы, мына жақта неше түрлі сүт өнімдері ақ. Бұл қызығы, бір жақ қызығы, бұл жақта мынандай кәдімгідей осындай үлкен галлонмен сатады бұларда сүтті. Мынау енді бағалар әртүрлі бұл жерде. Органик дейді, simple органик деп жазып қойған. Яғни бұл жаңа органик деген өте сапалы, сондай жақсы сапасы жақсы деген сөз. Енді сүттерінде неше түрлі жаңа лактозасы аз, неше түрлі. Бағалар осындай шамамен $3. Бір галлонда $6 шамасында, мына үлкені. Мыналарды сондай $6 дейді. Бір галлонда, мысалға, өлшем бірлігі ғой, енді бізде литрмен өлшейтін болса, суды, сондай бензин деген сияқты сондай сұйықтықтарды, бұл жақта галлонмен өлшейді. Бір галлонда литрға шаққанда, бір галлонда 3 литр, 3-7 ма сондай шамамен. Нақты есімде жоқ. Шамамен солай. Сүт өнімдері осындай 3-29, 3-99, неше түрлі кремдер, кофеге арналған, шайға арналған, сондай неше түрлі. Nestlé дейді. Бұлардың бағасы қандай? 1,39 дейді. 1,39. Мына сулар, мына упаковкасымен сатылатын сулар бұл жақта көп жағдайда. Упаковкамен алған өте тиімді бұл жақта. Мысалы, мынау лимит жоқ деп жазып қойған, мына карантинге байланысты негізі алдында әр адам басына лимит қойған тұғын, 1 блок немесе 2 блок деген сияқты. Қазір жазып қойыпты, лимит жоқ, ала беріңдер қаншалықын келсе деп. $4.50 бір блогға. $3 алуға болады шамамен. Мен көрсетейін сіздерге, басқа жерде бар тағыдан. Қарасаңыздар, мұның бәрі магазин барлығын аралайын ба, араламайын ба, соны білмей тұрмын. Оның бәріне бір шама уақыт кетеді. Негізі керекті деген алғашқы керекті дүниелерді көрсетейін, күнделікті қолданатын. Мен олардың қай жерде тұрғанда білмейсің ғой, масқара. Қазір көрейік. Міне. Так, пасталар неше түрлі, вермишель. Так, міне вермишельдер. Жазып қойған 4 штугын алсаңыз, $1 аласыз. Кішкентай өзі негіз көп емес. Так, енді мен қазір сіздерге бір керемет айды аспаннан шығармай қойын. Бұл жақта жаңа бәрі бар, неше түрлі Қазақстанда көрмеген бар шығар, енді Қазақстанда да бар шығар, қазіргі жағдайда. Жалпы жаһандану заманында транспорт, логистика жағы қатты дамыған ғой, бізде де жоқ емес, біраз нәрсе бар деп ойлаймын. Біз бірақ біле бермейміз да, күнде дүкенін аралап, ненің бар, ненің жоқын аралап көрмегеннен кейін. Ананастар, ананастар қанша дейді?
$4 дейді, жарты килограммы. Банандар. Бұл басқа жандай бөлек-бөлек осындай аралдарға салып қойған. Кивидің бір қорабы $4 бұлда. Бір қорапта қанша дейді? 2 LB. Ол дегеніміз 1 килограмм. Так, не бар тағы? Чипс. Бізде бар шығар, бар ма білмеймін. Бізде бұна жақта өте сондай популярный чипсылардың бірі, Doritos деген. Өте жақсы өтеді. Осы жақтың тұрғындары жақсы көреді. Өзім жаман емес былай андай. Жақсы, әдемі дәм. Осына чипстар жақсы маған өзіме ұнайды. $4 дейді. Несін ішіпті көріңіздер, несін салт не көлемін. Қасында андай нелер қойып қояды, батырып жейтін деген сияқты. Оның бағасы ондай кішкентай ондар $2 екен, осындай бір қораптары. Төмендетілген баға деп жазып қойған. Көбі өтіп кеткен екен, көрсеңіздер. Мынау қант. Қорабы бір пакеті, ондай несі 4 LB дейді. Бұл дегеніміз бізде 2 килограмм $2. Мынау еттер. Бұлай бұл жерден жаңа айттым, алмаймыз деп, бірақ бағаларын айта салайын. Көресіз, өздеріңіз қарап, шамамен есептей беріңіздер бағаларын. $5 дейді, жарты килограмм. Көрдіңіздер ме? LB деген. Бұларда жарты килограмм. Килограмм деп жазылмайды мүлдем. Тауықтың еттері міне $1 жарты килограмм, $2 әртүрлі. Сапада әртүрлі. Ар жақта еттің бағалары 2,59. Ар жақта андай фарштар $2,99. $5, $4, $3, балықтар. Балықтар $4 дейді. Әртүрлі балықтар дейді. Салмон $8 дейді, жарты килосы. Осындай бағалар. Шримп $5 дейді, жарты килограмм. Осындай. Ары қарай барайық. Мына жерде сусындар. Пепси. Ондай осындай баночный пепсилар. Ішінде 12 штуктан болады. $3 қараңыздар, бір қорабы осындай. Бір қорабы $3. Мынау бізде сондай бір түрі тағы да $3. Мұндай тағы да қандай түрлері бар. Краш дейді. Мұндай түрлері бар. Неше түрлі. Мынандай бар, Canada Dry дейді. Барлығының бағасы бірдей. $3. Ішінде 12 штук. Кішкентай банкілер. Сұйық майлар. Сұйық майлардың бағасы екеуін $5 аласың дейді. Мына жақтан біреулерін бір данасын қаншаға алады екен. 3,29 дейді. 4,49 дейді. Орташа бағасы $2, $3 сондай. Мына жақта не бар бізде? Неше түрлі соустар, бұрыштар. Мына жақта сусындар неше түрлі. Бұларды бәрін ішіп көрмеген бұларын.
ішіп дәмін татып жүргендер осы кола неше түрлі бар. Пепсилар біздегідей мына 2 литрлік пепси 4-еуін $5 аласыз. Андайдың 4-еуін $5 аласыз. Ал біреуі жалғыз алатын болсаңыз 1,69 дейді. Мынандай Fountain Dew дейді. Осындай жақсы өтетін алар. Көп қолданады бұл жақта. Так. Сосын мына сусындар жақсы өтеді болды. Gatorade деп атайды. Осылар жақсы өтеді. Неше түрлі түсті. Бұлар енді жаңағы. Көп ішуге болмайды енді бұлар. Зиян ғой. Арасында ішіп тұруға болады енді. Олар неше түрлі. Мына көрсеңіздер. Қараңыздар, жаңа мынандай баночный нелер біреуден сатылмайды көріңіздер, оны осындай. Бір несінде 6 ау. Оны $4 сатады екен. Міне жаңа блок сулар дедім ғой. Неше түрлі арзандау бағанағы көрсеткенімнен 2,79 цент. 2,79 цент. Не бар екен, еттің түрлері жаңағыдай салып арнайы дайындап қойған. Аран жақтағыдай жаңағыдай кезекте тұрмайсыздар, мына жерде келіп өзіңіз таңдаған алып кете бересіз. $4-дан, $5-дан, $4 дейді. $7 дейді мынау. $13 дейді мынау. Бұл бізде сиыр еті көп жағдайда. Осы соңғы уақытта карантин енгізілгеннен кейін жаңа айттым ғой, лимитпен сатылады. Етте жаңағыдай сондай алғашқы керек жарақтардың барлығы санаулы түрде солай барлығы ажиотаж көтеріп кетпесін, барлығы бір адам бірнеше көптеп алып кетпесін деген мақсатта сөйтіп санап сататын. Үлкен чипсылар ондай. 1,89 дейді, 1,89 бағалары. Тәттілер. Ондай M&M'стер. Кішкентайы 3,19. Осындай кезекте адамдар тұр. Арио. Так, бізде де бар ғой бұлар. Есімде 3,99 дейді бағасы. Мынадай 3,99. Мына печеньелар да жақсы. 2,49 дейді. Қыздар көріп отқан болса, мынадай фольгалар 3,99. 3,99, 2,39 әртүрлері бар. Көбіне негізі мен көрермендерімнің арасында өте процентке шаққанда ер адамдар көп негізі. Сондықтан бұл тақырып қаншалықты қызық болатынын білмеймін. Бірақ қыздардың да көретінін білем, сондықтан да оларға қызық болатын шығар. Осы бүгін мен досым хабарласқан. Өзі бір шама уақыт бұрын үйленіп, отау құрып, сондай отбасылық өмірге қадам басып, Сәкен деген бауырым ғой. Оған өзіне жеке сәлем. Енді шаңырақ құрғаннан кейін құдалар болады. Жаңа құдалар. Құдалардан мені көретін тұрақты көрермен бар екен. Гаухар деген Қостанайдан жалынды сәлем. Сәкен деген күйеу бала. Ол өте сондай бір сыйлы азамат. Өзім ерекше құрметтеп сыйлайтын досым ғой. Сондықтан да
сәлеміңізді қабыл алдым. Арнайы Америкадан сәлемдеме жолдап жіберші дегеннен кейін бір ауыз сөзін жерге қалдырмай осылай сәлем жолдап тұрмын. Енді осы бір кішігірім айдар жасасақ та болады. Негізі комментарийге жазсаңыздар болады. Өздеріңіз қай жақтан екендеріңізді және ат жөндеріңізді жазып қойсаңыздар, арасында осылай ерекше жазылған пікірлеріңізді теріп алып, Америкадан осылай сәлем жолдасам да болады әбден. Сондықтан да егер қаласаңыздар, комментарий жазыңыздар, ерекше қылып сондай бір сәлем хаттарыңызды, сәлем пікірлеріңізді мен оқып сіздерге, өздеріңізге осы жақтан өз атымнан сәлемдеме жолдаймын. Активия 599 дейді, ішінде 6 штук болады. Бағалар барлығының бірдей. Кәдімгі қарапайым май, нанға жағып жейтін, іште 29 цент. Міне біздің келді. Қаншама заттар алыппыз. Енді осы мына бір тележка затымыз, тауарымыз қанша болатынын айтам қазір кассада. Алып қанша шыққанын алдымызда. Кезек көп емес, жалпы көрдіңіздер ғой, 2 адам, 1 адам тұр. Қазір бағасы қанша болатынын айтамын. Так, кассадан төлеп шықтық. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 пакет и тағы 60 жұмыртқа. Так, осының барлығының бағасы $217 болды, достар. Бұл баға продуктілер шамамен бір 10 күнге жетіп қалады. Сон 10 күннің айналасында. Бірақ $217 дегеніміз ол. Оның ішіне мына жерде қазір біз артық күнделікті қолданыстан тыс алмайтын нәрселер алып қойдық. Сок деген сияқты, кола, сондай бірдеңелер алыпты. Ол ертең өзіміз кішігірім үйде достарымызбен жиналайын деп жатқанбыз. Соған байланысты сәл көбірек кетіп қалды. Бірақ шамамен орташа баға апта сайынғы осындай 10 күндік продуктілердің бағасы шамамен $150 мен сол 200-ден сәл асады, сондай болады шамамен. Сонда бізде айына продуктіге шамамен $600-дың, $600-700 көлемде кетеді. Ол мен бізде үйде неше адам, 4 адамбыз деп есептесеңіз, сонда бізге ол жалпы қатты қалтамызға ауыр соқпайды, нормально бізге. Осымен бүгінгі саудамыз тәмам. Барлықтарыңызға көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Достарыңызбен бөлісіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар, пікір жазыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңадан келіп жатқан көрермендер болса, міндетті түрде арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Мына жерде төменде тұрған қоңыраушаны басыңыздар, артынан жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін. Тағы да барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.